бір біз дін мемлекеттен бөлек, мемлекеттен де қаржыландырмайтынын, сол себептен де имамдар сол мешітке түскен түсімнен сол садақадан айлық алатындығын оны біз білуіміз керек. Және кейбіреулер айтқандай бағанағы бір санап шығарғандар бар еді, кейбір қисық журналистердің. Мынанша адам келетін болса, жұмаға оны әрқайсысы мынанша теңгеден тастайтын болса, оны демек мынанша шығады, былай деген секілді. Әлбетте ол қисынға келмейтін дүние, өйткені намазхандардың бәрі, жұма келгендердің бәрі бірдей садақа тастайды дегенді мен өз басым енді олай ойламаймын. Және біріншіден, екіншіден жалпы негізі қарайтын болсақ, көбінесе садақаны намаз оқымайтындар тастайды екен. Негізі статистика бойынша мешіттің қаржысы сол ана келіп Құран оқытып деген секілді. Ал намазғандар көп тастай бермейді. Енді арасында арнайы көмектесем дейтіндер болады. Ал бірақ негізі 5 уақыт намазға келетіндер ол бағанағы жәшікке садақа тастап деген секілді ондай нәрсе жалпы әдетте жоқ. Иә, арнайы көмектесетіндер енді ішінде шығады, альхамдулилля, енді жағдайы барлары. Немесе арнайы бір кейде осындай бір нәрсе болып тұр, соған көмектесейік деген кезде жамағатта альхамдулилля көмектеседі. Ал бірақ енді бәрі жаппай тастай, сол себепті мынанша шығады, демек мынанша ақшаның бәрі осында екен деген секілді әңгіменің барлығы ол қисынға келетін әңгіме емес. Жалпы ол жерде бақылау бар, бәрі есебі бар жүреді деген секілді